Assalamualaikum hurmatli ko'rganlar. Bugun biz temirga chiqdik. Şol bir жаңа yerlerdi görüp bilik deb razvedka jasap. Anday yerlerde. Bizde alğaşkı tabız anday alümin. Sen tağda qarab көрөмүз mü yerlerde gez. Bir eski zdanya mekan mında. Sonda birdenki болған сияқты плиталар жатыр. Қазір металл искательді алып келетін боламыз. Не oldu branda sarkı сияқты. Тиз боласың. Айтпап, TikTok түсіресің бе? Сен TikTok көреді ме? Сен не байт просмотрласың? Аяқтан мындай темірлер шығып жатыр, связкалар ғой кірпіштерін. Мына здание өзі құлаған екен. Осындайлар. Жаңбыр жауып кетті да металлоискатель су болып кішкене тупить етіп қалды, істемей қалды. Мынандай проволокалармен ақырын не қолбақ ештеңке алмаппыз әкең. Пластика ештеңе жоқ. Чисто рукопашному. Мынандайлар Құдайға шүкір жаман емес. Тоғылымыз е. Темірлер ақырын шығып жатыр андай. Алтылық проволокалар. Адамнан не деусеп? Шестигранник деймін, не дейді мыналар? Осындайлар жаңбыр жауып кетті бірақ. Мынау бұрын кірпіш завод болған екен, баяғыда кезінде. Бұзылып қалған ғой, соны қарап отырмыз да. Мынандай бір темір шлангың ішіне кіріп кетті. Қазір шығарып алу керек бұны. Пока жаңбыр осымен айналсақ шығармын. Қазір шығарсам, қайтып қосылам. Советский прибор ма не екен мынау? Шметал. Ага, шметал екен. Гараж ғой деймін мына жер. Советский. Не выключайте, работают люди дейді. Мына қарсам чама. Кесінен шығып көрім. Мынандай жақ темірлер, шайбы, дюбі, гайка. Аяқта көп екен. Шплинт. Мынандай күрек, труба, қаңылтыр, швелер, топшик. Бүгінгі видеодағы ең басты. Самый тяжелый металл на сегодня. 86 года. Низко сурет. Вот что фото. Вон это какая-то на какая-то мелочевка. Это вот бывший завод, завод. Ну? Вот завод Артмитранга. Biz geldik, üstümüz su болып. Bugün emez serten ötküze çıkarımız. Ötküzgen кезде қосылам, арнадан ауыспаңыздар. Жоқ не ғой? Қазір кішкене түсірсін деген. Сайтай берді. Прямой жүреміз, да? Не, атөрі қадап кетеседі де оны.
Hayırlı geç hürmetli görürmənlər. Biz temir ötküzетін жерге geldik. Keşe kazgan temirimizin bәрін ötküzemiz. Bizde keşe katı жаңбыр көп, жердің бәрі осындай батпақ су езіліп жатыр. Мына приемкаға бірінші рет келіп тұрмыз. Қазір бағасын көреміз қанша екен. Бұйыртса біз өткізіп болдық темірлерді. Темірдің бағасы 87 теңге болыпты. Алдында өткізгенде 60 теңге болған. 2 аптаның ішінде 27 теңгеге көтеріліп жаман емес, жақсы. Бұйыртса енді тағы да шығамыз темірге. 45 килограмм өткіздім. 4 теңге берді. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, комментария пікір қалдырып беріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.